Сәлеметсіздер ме, 6 сынып оқушылары. Бұл сабақта біз сіздермен English Plus 6 Students Book Unit 4 Describing People атты сабақтағы жаттығулар жасау жолымен жауаптармен таныс боламыз. Page 48, 48-ші бет. Сабақты бастамас бұрын басқа да пайдалы сабақтарды жіберіп алмау үшін осы каналға тіркеліп, егер сабақ пайдалы болса, видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Now let's begin our lesson. Сабағымызды бастаймыз. Яғни бүгінгі сабақ біздің адамдарды сипаттау деп аталады, describing people. Бұл сабақта біз сіздерге осы адамдарды сипаттау үшін керекті сын есімдермен таныс боламыз ағылшын тілінде, және де оларды қолданып үйренеміз. Exercise 1. Complete 1 to 5 in the character guide with the words in the box. Адамдарды сипаттау үшін бізге кесте берілген, осы кестедегі кейбір сөздер түсіп қалған. Сол сөздерді мына жоғарыдағы сөздермен толықтыруымыз керек. The first, height, yes. Адамның бойын қалай сипаттаймыз. Tall, ұзын, quite tall, кішкене ұзын, average height, орта бойлы, quite short, кішкене қысқа, short, қысқа. Next, build, денесі. Fat, семіз, average build, орта денелі, slim, арық деп айтамыз. Yes, slim, арық. Next, hair, шашы. Blonde, сары шашты, fair, ақшыл шашты, red, қызыл шашты, dark, қара шашты. Long, ұзын шашты, short, қысқа шашты, straight, түзу шашты, curly, бұйра шашты. Next, eye color, көздері, көздің түсі. Green, жасыл көзді, blue, көк көзді, brown, қара көзді. Other features, яғни басқа да бөліктері, beard, мұрт, mustache, сақал, мұрт, glasses, көзілдір. Next, exercise 2. Complete the descriptions with the words in exercise 1. Төмендегі берілген суретке қарай отырып, сөйлемдерді бірінші жаттығудағы сөздермен толықтыруымыз керек, яғни адамдарды сипаттау үшін. The first. This is a girl, yes. She is average height and average build. Ол орта бойлы және орта денелі. She's got blue eyes and short blonde hair. Ол көк көзді және қысқа сары шашты. The second person is a boy. He is tall and slim. Ол ұзын бойлы және арық. He's got long dark hair. Оның ұзын қара шашы бар. The third, the woman. She is quite short and fat. Ол кішкене қысқа және семіз. He's got purple hair and she is wearing glasses. Yes. Оның шашы күлгін және де ол очки киіп алған. The fourth, he is very short. Ол өте қысқа and fat және семіз. He's got a beard and a mustache. Ол мұрты және сақалы бар. Next, exercise 3. Read the text about the TV program Last Coffee at the Corner Cafe, then listen to the interview. Мына төмендегі берілген мәтінді оқы дейді, және де интервьюді тыңда. Last Coffee at the Corner Cafe, яғни Corner Cafe атты соңғы кофеміз еді. Notes. Agent Koji went to breakfast at the Corner Cafe at 8 o'clock yesterday morning. Кеше азанда сағат 8-де осы агент Koji таңғы асқа осы кафеге барды. At 10 past 9 he died after drinking a coffee with poison in it. Detective Lambert talked to the waitress Lorna Scott. Yes. Яғни бұл жерде осы кафеге барғаннан кейін сағат 9-дан 10-ға келгенде ол қайтыс болады. Кофе ішкеннен кейін. Детектив Ламберт кіммен жаңағы даяшымен сөйлеседі. Даяшының аты Ларна Скотт екен. Яғни ол жаңағы неде сауалнамада the waitress saw 3 different people in the cafe. Yes. Яғни бұл кафе, даяш айтады, бұл кафеден 3 түрлі адам көргенін.
Then the next exercise 4. Listen again, answer the question. Who was the mother? Яғни кім улаушы болған? Мына сұрақтарға жауап бере отырып не табамыз. Did the woman with blonde hair speak to Koji? Ақшыл шашты әйел адам Коджимен сөйлесті ме? No, she didn't. Where did this woman sit? Ол әйел адам қайда отырды? She sat by the window. Ол терезенің қасына отырды. The third. Did she leave at 8 o'clock? Ол сағат 8-де кетіп қалды ма? No, she left at 10 past 8. Yes. Ол 8-ден 10 кеткенде кетті. Next, the fifth. Was the short woman with a friend? Яғни қысқа бойлы әйел адам досымен бірге болды ма? Yes, she was with man with a beard. Yes. Ол мұртты бір ер адаммен бірге болды. The sixth. What did the woman buy? Әйел адам не сатып алды? She bought a coffee for Koji. Ол Коджиға арналған кофе сатып алды. The seventh. Did a man with long black hair speak to Koji? Ұзын қара шашты ер адам Коджиға сөйледі ме? No, there wasn't a man with long black hair. Ол жерде ұзын қара шашты ер адам болмады. The eighth. Did the detective have a coffee? Детектив кофе ішті ма? No, he didn't. Жоқ, ішкен жоқ дейді. Next, exercise 5. Invent a new character using the words in exercise 1. Listen to the partner's description and draw the character. Яғни бұл жерде сіз өзіңіз бір тұлға ойлап табасыз. Және де осы бірінші аттудағы сөздерді пайдалана отырып, өз ойыңыздағы бір кейіпкерді сипаттайсыз. Мен бірінші сөйлем жаздым. Кез келген сөйлем құрастыра берсеңіздер болады бұл жаттығуда. Яғни бірінші, мысалы, my character is a woman. Yes, бұл жерде менің кейіпкерім әйел адам, she is tall, ол ұзын бойлы. Ал мен сіздерге баланы сипаттадым. My character is a boy, менің кейіпкерім ер бала. He is tall and slim, ол ұзын бойлы және арық. He's got short blonde hair and blue eyes. Оның ол қысқа ақ шашты және көк көзді. He sometimes wears glasses. Ол кейде очки киеді дедім. Осымен біз 48-ші беттегі жаттығудың жасалу жолымен жауаптармен таныс болдық. Келесі сабақ бізде past simple өткен шақта сұраулы сөйлем құрастыруды үйренеміз. Келесі сабақта кездескенше, goodbye.